сөз бар, ас адамның арқауы дейді. Сау адамға дейді тамақ, дәрі дейді. Ауру адамға ол у дейді. Көбірек сауап жинау үшін, көбірек жақсы амалдар істеу үшін дүниелік Алла тағала берген уақытты, тамақты, басқасын бәрін тиімді пайдалануымыз керек те. Алла тағала енді алламал инсан ма лам яълам дейді. Алла тағала бәрін үйретіп жатыр ғой. Соңғы ғылымның тірелген жері общепит дейді ғой, тамақтанудағы үш нәрсеге тіреледі те. Бірінші жаңағы қарның ашпай ештеңе жеме. Екінші аз же. Үшінші үйлесімді нәрсе же дейді. Бұл жаңағы шариғатқа қайшы емес. Енді қазіргі бүкіл халықта, оның ішінде бауырларда да бар нәрсе, біз көп тамақ жейміз. Негізінде адам баласы қалыпты жағдайын сақтау үшін хадистердегі бірнеше кусок жетеді. Мысалы үшін бір күнгі нормаға 2-3 құрма, бір кусок нан немесе су жетеді негізінде. Осы нәрсе толығымен қорытылса, бізге құлшылыққа да, жақсы бір амалдар істеуге де, ғылымға да бәріне энергиямыз жетеді. Бірақ біз көп ішеміз тамақты. Ол нормаға айналып кеткен. Да ладно, лучше вспомни про еду. Да ради такой еды и подохнуть не жалко. Это образно. Да нет. Про подохнуть в самую точку. Бұрынғы кезде завтрак деген мүлдем болмағанда, түскі тамақ, кешкі тамақ. Түскі тамақ ішсе кешкі іспейтін болған, кешкі тамақ ішсе түскі түспейтін болған. Ол жаңа жоқшылықтан неден емес, тамаққа біріншіден көп уақыт кетеді, екіншіден жаңағы зияны келеді. Қалай зияны келеді? Артық тамақ қайда барады? Артық тамақ жиналады немесе сыртқа шыға береді. Адамның ағзасы екі түрге бөлінеді. Енді біреу жинауыш, артық тамақты жинайсыздар сіздер. Біреуі тезірек өткізіп жібереді. Мысалы үшін сіздің жеке кәсіпорныңыз болсын, сол жерде бір күнделікті товарлар келеді. Сізде мысалы үшін 10 грузчигіңіз бар, иә? Сізге күнде мысалы үшін бір ғана газель келсе, 5-еуі оны түсіріп қояды да, қалғандары басқа жұмыстарды бітіреді, немесе жөндейді. Ал егер күнде сізге 3 КАМАЗ келетін болса, 3 длинномер КАМАЗ, сіздің күштеріңіз үлгермейді. Үлгермеген не істейді? Сапасыз істей бастайды. Немесе жаңағы былай лақтырып жібереді. Сізге артық тамақ келген кезде сіздің организміңіз оны сыртқа тезірек шығара береді, төлкіп отырасыз, немесе жинайды. Осыдан бастап сізде болашақ ауру пайда бола бастайды. Кішкене сіз салмақ қоссаңыз 1 килограмм, сіз бірнеше ауру басталды дегеніңіз. Аш ішіп ауырғанша аш болып сау бол дейді де, күнде бір ақ рет тамақ ішсек, немесе тамақ жемей қойсақ, ағзамыз өзін-өзі емдеуге басталады екен. Егер де мысалы сіз тамақты таңертеңнен бастап тоқтатсаңыз, 16 сағаттан кейін емделу басталады. Организмде Алла тағала өз басынан қойып қойған программа бар екен де, асқазан өзін емдей бастайды, бауыр өзін емдей бастайды, жүрек өзін емдей бастайды. Қай жеріңіз ауырады, сол өзін өзі емдей бастайды. Ұдайы тамақ келіп тұрса, ол механизм бар сіздің ішіңізде, бірақ жұмыс істемейді. Ол жұмыс істеу үшін тамақ түспей қою керек те. Егер бұл ауру адамдар қаласа, қазір сау адам жоқ. Егер бәріміз тексеріп шықса, міндетті түрде біздің ішкі құрылысымызда бір жерлеріміз ауырады. Астанада опыт жасайды. Онда жаңа бірнеше адамдарды алады, оразаға дейін қанын тексереді, бәрінің ішінде холестериндерін, уларын, ниаттарын, әртүрлі ауру тексереді. Кейін жаңағы оразаның ортасында бір тексереді, күшейген жаңағы улары, инфекциялар барлығы. Оразаның аяғында тексерсе, баланың қаны сияқты тазарған дейді. Өйткені ораза тазартады. Бірақ 3 адамның суқұрын ішіп, 5 адамның ифтарын жейміз. Көп жейміз да, содан жаңағы ана неміз бәрі күйіп кетеді де. Егер де біз кешке дейін ораза ұстап, оразадан кейін кішкене ғана тамақ жесек, аз ғана тамақ жесек, Алла тағала бізді емдеп қояды екен де. Енді әрине былай өмір сүре бергеннен ол білінбейді. Анадет деген бұл методиканың мақсаты, диетаның бәрінде былай айтады ғой, сен 100 калория жесең, соны жақ деп. Бұл жерде ондай емес. Бұл жерде сен жаңағы май жеме, нан жеме, ет жеме демейді, бәрін жей бер. Бірақ сен соны қорытылуына мүмкіндік бер. Рациональный питание деген, яғни мысалы үшін кешкісін сені қонаққа шақырдым бәрімізді, біз кешке дейін тамақ жемей жүру. Ішті дайындалып. Кейін барып қалаған нәрсемізді жеп аламыз, тойып алсақ та, бірақ ертеңінде оған мүмкіндік беру, қорытылуына. Мына регулярный деген нәрсе, ол кейіннен ойдан шыққан нәрсе де, 3 уақыт, 5 уақыт деген нәрселердің барлығы. Тамақ деген бизнес қой, жасалғаннан оны сатылу керек, жеу керек адам, оның бәрін жей беру керек деген сөз шықпайды да. Бірақ біз артық жеп жатырмыз, керектен артық жеп жатырмыз. Адам өзін толғанын білмей қалады. Мысалы қалыпты жағдай, қазіргі жағдайда адам. Кішкене толды, кішкене деген мынандай болып шыға келді. Мына адам мысалы үшін тахаджудқа тұра ала ма? Мына адам мысалы 2 сағат қозғалмай Құран оқуына қиын. Бұл адам жаңағы бір сауапсыз кеттік деген кезде орнынан жүгіріп кете алмайды ғой. Қиналады. Жалқаулы ұйқыдан тұру да қиын болады да. Тікелей әсері бар да. Осыған бірте-бірте жеткіздік, жеттік. Яғни бізде мынандай, мысалы темекі тартып тұрса біреу айтса, мынау зиян деп айтамыз ғой. Сенімдіміз. Енді кішкене бір тамақ көп жеп жатса, ол да тура сондай зиян. Сен байқадың ба, сразу айтылу керек, көп тамақ жеу өте зиянда. Өйткені оның сен жаға алмайсың, оны қолдана алмайсың, оның бәрі жиналады. Енді бір сұрақ туы мүмкін. Арық адам да көп тамақ жеп жатыр қазір. Қазір біздің мына сіздердің енді рациондарыңыз күнделікті өздеріңіз жеп жүрген. Ол мүлдем көп, сізге де. Арық адам осы оны жіберіп жатыр. Унитазға жұмыс істеп жатырмыз.
Чайға уақыт кетті, тамаққа уақыт кетті, барлығы кетіп жатыр. Сіз сонда зарплатаңыздың бір 30%-ін унитазға жіберіп жатсыз. Сіз әйеліңізге барып айтыңыз, кешке суға күріш пісіріп қой деп, немесе жаңағы макаронды. Сол кезде сіз келесіз де, шынымен де сіз аш болсаңыз, сіз жейсіз оны. Жегенде де көп жемейсіз. Әрине әйеліңіз оны поджаркісімен, әдемілеп, жаңағы кетчупымен, бүйтіп, несімен, етімен қойып қойған кезде сіз дәм үшін жейсіз. Қазір біз бәріміз егіз тоқ адамдармыз. Бірақ біз ләззат үшін жеп жатырмыз да. Соны мұсылман сезім керек. Сосын біздің организміміз қалыптасып қалғанда өтірік қарын ашады. Егер біз қазір осы бәріміз жемей қойсақ тамақ, ішімізде, шегімізде 2 күнге жететін тамақ бар. Осы нәрсені түсіну керек те, түсінікті көзқарас өзгерту керек. 2 күн қозғалмай ақ жүре аласың. Біз егер де жемей қойсақ бүгін тамақ 16 сағаттан кейін организм өзін-өзі емдей бастайды. Бұл керемет қой. Ақша жұмсамайсыз, больницаға уақыт жібермейсіз, ешқандай жаңа антибиотик кіргізбейсің. Алла тағала өз басын сақ қойған доғдырлар тек көмектеседі. Немесе инфекцияны тоқтатады, немесе жаңағы сізге қуаттандырады. Тамақтың өз организмге түскен кезде ол оңай шаруа емес те, оны организм бөлу керек, мидан команда келеді. Негізі қарны аш кезде адамның энергияның бәрі 90%, 100% мида тұрады. Кейін тамақ ішкен кезде асқазанға түседі. Сондықтан жаңағы ғалымдар кеңес береді, экзаменге, емтиханға барарда немесе бір нәрсені оқыған кезде ашық бару керек, жұмысқа да ашық бару керек дейді. Сонда сен жұмысты сапалы түрде орындайсың. Жаңағы идеялар келеді басқа. Асқазанға түскеннен кейін ол мидан команда келеді, оны анда бөл, мында бөл, тамақтың өзі біріншіден тұрады ғой, жаңағы белогы бар, майы бар, липиді, оның бәрін бөлу керек, үлкен жұмыста ғой. Ұйқы безінен бәленбай сөл бөліну керек. 1/2 килограмм тамаққа 5 литрден 10 литрге дейін сөл бөліну керек дейді. Яғни өтім бітіп қалды деп жатыр. Соны анау ол кәдімгідей күшпен. Завод қой. Осы жұмыс істеп болғаннан кейін тағы да келіп қоясың, тастай саласың да үстіне. Бір кесе сүт где-то 10 сағат қорытылады. Бір кішкентай тамақ бір 16 сағатқа дейін барады. Енді сіз ол үлгермей жатып, оның үстіне тағы тастай саласыз ғой. Үлгермей жатып тағы тастай саласыз. Не бұрынғыдай атмен жауап жаңа оны жақпайсыз. Сонымен оны үстіне түсе бергеннен кейін компьютер зависать етіп қалады ғой. Одан кейін немесе жинайды оны, немесе ағызып жібереді. Мынандай түсінік бар ғой. Тамақ жеп алды, мен оны жигать етемін дейді. Фитнесқа барады, жаңа жүгіреді, футбол ойнайды, немесе кетіп тастадым дейді. Ол шешім емес. Неге? Өйткені мысалы үшін сен как будто үйді күнде шашып күнде жинайсың да. Сөз бар ғой, тазалық жинаған жерде емес, шашпайтын жерде тазалық бар. Яғни сен күнде шашып, қайта жинап, аяғын шашып, қайта. Ода сол секілді сен жеп аласың да артығынан көп. Оны жигать етем деп жаңағы. Сонымен әлексің. Оны жемей қой оны. Мысалы фитнесқа 2 сағат, проктымен жарты сағат кетті. Мұсылман адам уақытын үнемдеу керек. Сен оны барып бәленбай жарты сағат жоға жібердің, кешінің занимайсың, жуындың, қайта келдің 2 сағат. Егер сен оны 1 сағат Құран оқитын болсаң, онда біраз жерге барады. Сондықтан да жаңағы ол жаңа 9-да шай ішуінің 12-де ол үлгермейді, асқазан ложный тревога береді. Мен босадым деп. Негізінде босаған жоқ. Жөнделу үшін сіз мүмкіндік бересіз, кешке дейін жемей қойыңыз. Немесе завтрак ішпеңіз, обед ішіңіз. Сонда жаңағы асқазан өзін-өзі реттеп үлгереді, тазалап. Мысалы, кір жуатын машинка бар ғой. Соны постоянно кірмен жуады адамдар. Ол бос айландырып қойған, исраф көрінеді, бос айландырмайды. Негізі ол бір аптасына бір рет или 3 күнде бір рет бос айландырып өзін-өзі жуу керек те. Ал кірмен жуады да, ана жақта ар жағында кір тұрады да. Соны сынады. Қазір түсінік қой енді, бос айландырмау керек оны деген, кір дегенмен айландырамыз. Кірмен. Ол бір өзін-өзі бір рет жуу керек деп инструкция береді. Организм егер тамақ түспей қойса, ол өзін-өзі жаңа язва деген жоқ. Тамақ түспесе артық сөл бөлінбейді. Баяғыда бізден студент кезде үйретті ғой. Су болса ішіп ал, өйткені ана обед кезінде дың етіп сигнал береді, содан сөл бөлінеді. Ана жерде ештеңе жоқ болғаннан кейін қиратып жібереді деген. Адам тамақсыз қазіргі ғылым бойынша бәленбай күн шыдай алады. Осы нәпсісіз шыдай алмайды да. Мен ол бұрын студент кезден бұл тақырыпты жаңағы еттеп, бірақ практикасынан қорқатын едім да. Реальностында бөлек шығар деп. Bir күн тамақ ішпедім, басым қарауыт кетті. Олай емес екен. Бұл методика бойынша 5 күннен 25 күнге дейін лечение. Орташа десең 10 күн. Таңертеңнен басталды мысалы. 10 күн тамақ ішпейсіз, кешке су. Егер ораза ұстамасаңыз, су ішіп отырасыз, болды. Су ішіп жүресіз. Егер де ораза ұстасаңыз, жақсы болады, жеңілдеу болады. Ораза кезінде. Кешке дейін оразамын деп жүрсің де, кешке су ішесің. 2 күннің ішінде асқазаныңыз тап-таза болады, шегіңіз бәрі тап-таза болады, сыңғырлап тұрады. Бір оқиғаны айтып берейін. Бір жігіт мұсылман бауырымыз есінен түсіп жатқан, сол жерде біреуді көріп, диван көтеріп көмектесіп жүреді. Көмектесіп жүрген кезде ана кісі жасы бір 40-қа асқан жігіт қой. Кісі сөйтіп жаңа үйіне келген кезде арт жағынан қан кетіп, алып қалады, шегі жыртылып кетті. Больницаға барса, врачтар айтады, кесу керек шегіңді дейді. Врачтар айтады, тамақ жеме 10 күндей дейді. Жаңағы жігіт 10 күн жан керек өліп қалмау үшін тамақ жемей қойды. Су ғана ішемін дейді. Енді әлсіреді, арыды. 10 күннен барса, шегі орға әппақ дейді, жарған кезде. Тап-таза. Сөйтіп кескен, сосын кескеннен кейін тағы 10 күн жемеген, тағы 10 күн жемеген. Содан үшін тімин іше берген бұл. Кеп 1-2 айдан ба тексерсе, жібінің ізі жоқ дейді да, тіминнің несі ғой, алхамдулилlah. Бірақ ол сау адамға айтсаң, оны істемейді де. Зачем сонда соған жету керек қой? Қиян деген кезде ғана. Бір мұсылман бауырым асқазанмен жұмыс істейтін. Өмір бақи жарған ғой. Асқазан жарған кезде де іші бықсып жатыр дейді. Адам көргісі дейді. Мына кухняның канализациясын көрдіңіздер ме?
ішінде былай тұрады ғой ана тура сондай сенің шегің. Неге? Өйткені үлгермейді да ол қорытылып үлгермейді, физик үлгермейді. Өйткені ғылымда ол жоқ дегенде бір 8 сағат керек. Сөйтіп жинала береді жан-жағына. Сосын сасиды, сосын оған құрттар келеді, паразиттер келеді, осылай. Соның барлығы. А егер де сіз тамақ жемей қойған кезде 2 күннің ішінде мына қарныңыз бәрін, чиегіңіз бәрін сығып өзін жаңағы сөлдер бөліп аралап таза қылып шегіміз аппақ болса міндетті түрде бетке шығады, бетіміз де жақсы болады, тіліміз қып-қызыл болады. Қазір любой тілін көрсе жаңағы түйшіктер бар аппақ ол жақсы емес, белгі тіл деген қып-қызыл болу керек. 3-ші күні жаңа бауыр бүйрек, 4-ші күні егер сізде паразиттер инфекция болса подкожный олар жыбырлай бастайды, ойламаған жерден жеріңіз қышиды, ана жеріңіз қышиды, немесе грыжеңіз болса ол жерге кетеді, ревматизм болса аяғыңыз сырқырайды. Қай жерде ауру бар сол жер. Бірақ қандай умеренный ауырады да, бауырыңыз ауыру мүмкін, біреудің ұлтабары ауыру мүмкін, біреудің поджелудочный ауыру мүмкін. Бірақ емдейді организм өзін-өзі, түсіндіңіз бе? Сонда қараңыз, ақшаңыз шықпайды, уақытыңыз кетпейді больницаға деп, жұмыстан 5 дәрежені алмайсыз, шаруаны істей бересіз, емделе бересіз. Бірақ нәрсеге қиын, нәпсіге ғана қиын да. Енді осындай нәрсені, пайдалы нәрсені мұсылманның істемегенін басқа кім істейді? Мен өзім практикамда да көрдім, өзім де істеп көрдім. Таңертең тұрған кезде миың шақылдап тұрады, намазға деген тастай болып тұрасың, Құран оқыған кезде сіңіріп алады, құлшылықты тиісті дәрежеде жасайсыз. Аш жүрген кезде сіз анау қиялданбайсыз, дүниеге қызығушылық болмай қалады. Осындай жаңағы жақсы нәрселерді бойыңызға сіңіріп алуға жеңіл, нәпсіні жүгендеуге, нәпсінің жағдайы совсем не болады. Ал енді сіз тоқ жүрсеңіз не болады? Ана жақсы амалдар қиындай түседі. Ал керісінше жаман принциптер, жаман әдеттер тез саған қарай жақындай түседі. Артық 1 килограмм болса салмақ. Ол деген сөз май, ауамен обеспечить ету керек. Жүрегіңіз оны күнделіктің орындап сағаннан кейін артық 5-ке ауа, кислород жеткізу керек, қан жеткізу, тамақтар жеткізу керек. Одан кейін ол зәр шығарады. Нормадан тыс жұмыс істейді. Бір күн жүрегің отырады. Күнде сіз қызыңызды или балаңызды көтеріп жүрген сияқтысыз ғой арқаңызға. Сіз аңғармайсыз, бірақ сен бәрібір нан көрсетеді ол жүрегіңе. Артық қама. Бір тепте қоса бересіз, одан кейін жүрегіңіз отырады бір күн. Бір қарындасымыз өті толайын деп қалған, кейін осындай 10 күн ұстаған, барса ізі де жоқ дейді. Тап-таза өт. Мысалы үшін 100 жыл ма, саған 70 жазылды шекеңе. Энергиясын көп пайдаланып қойған адам, көп тамақ жеген адам, оның энергиясын болашақтан ала береді. Ағза мүшелері шаршай береді де, күн-түн жұмыс істеп. Сосын кейін 70-ке жетеді ол, бірақ сүйретіліп жетеді. А егер де мынандай аз тамақ жеп, көбінесе аш жүрген адам, ол 70-ке дейін достойны жетеді де, тықылдап тұрады. Сондықтан қазірден бастап, егер де тамақ аз жеуді жүйеге қойсаңыздар, ұтасыздар. Пайғамбарымыздың хадисі бар ғой жаңағы, ыдыстың ең жаман қарын. Мұқтаж болып барсаң толтыруға дейді, 3-тен 1-ін толтыр дейді, су, ауа және тамақ. Соғыспен тамақ уақытымен деген нәрсені кіргізіп жіберген сол түсініктің құлы болып жүрміз да. Сосын кейін бүкіл күшіміз соған кетті. Енді жарайды, егер де ол бізге зиян болмаса, мен айтпай қоятын едім. Но зияны бар ғой. Бізде қазір мағлұмат тұр, барлығы бір суннан еңгеріп жатырмыз, пайғамбар сахабаның өмірлерін бәрін. Бірақ сол сияқты істей алмаймыз да, неге? Өйткені уақытымен ұйықтай алмаймыз, жатамыз, көзіміз жалқырайды. Оннан мына 2-ге дейінгі 4 сағатта ми реттелінеді, ертеңге дайындалады бәрін. Осы 4 сағатты жіберіп алсаң бітті, одан кейін ертең меңзең болып жүресің кешке дейін. Осы нәрсені неге істемеске? Бір жылда 360 күн бар, 360 күн жарайды өткізіп жатсың, 360 түнді қалай өткізіп жатсың? Мысалы Құран оқығанда демалыс кезінде сіз мысалы үшін 3 сағат отыра аласыз ба тапжылмай? 1 сағат отыра алмауыңыз мүмкін. Құран оқу үшін, жаттау үшін медреседе оқу керек деген осы біздің Орта Азияда түсінік қалыптасқан. Олай емес қой негізі. Мәселе сізге 24 сағат Алла тағала берген кезде содан 10 минут әрең бөліп соған еще міндетсіз жүрсеңіз, ол болмайды ғой. Сіз көп бөле аласыз. Оған бөлдірмей тұрған жаңағы тамақ. Құлшылыққа тамақ, еріну жаңағы, жұмыста жаңағы активный болмау бәріне тамақ. Яғни біз өмір сүре береміз ел қатарлы. Бірақ бізден батырлар шықпайды, ғалымдар шықпайды, еңбекқорлар шықпайды да. Осымен бүйтіп айту. Білім санып, анаған қарағанда жақсымын ғой деп жүре береміз де. Пайғамбар өмірінен де білесіздер, тойып тамақ жемеген. Хадисте келеді ғой жаңағы Салман Фарсиге айтады, Пайғамбар айтады, осы дүниедегі тойып жүргендер ана жерге барғанда аш болады, мына дүниедегі аш жүргендердің көбісі ана жерге барғанда тойып болады. Бұл жерде мағынасы яғни мұсылман адамның сипаты емес, постоянно тойып жүру. Ол артқа тартады. Сондықтан егер де біз қатарынан бір апта постоянно тойып жүрсек, ол бізге үлкен минус. Жаңағы дағдылануымыз керек. Орташа жеуге немесе аз жеуге. 10 күн деп тұрғаным, 10 күн бұл емделуге. А егер де дені сау десеміз, онда көріңіз енді күшіңіз, өзіңіз тексеріңіз де, сонда сіз жаңағы көресіз, әлсіз екеніңіз өзіңіз. Ауырып қалдым деп қорқмаңыз. Наоборот, керісінше адам Алла тағала солай жаратқан, бірнеше уақытқа дейін аш жүре алады. Бір күн екі күн емес. Сіздер әрине бүйтіп қарамаңыздар. О, бір айдың ішінде 10 күн тамақ жеме деген. Қараңыз, бір жылда 360 күн бар. Мынауыңыз демалмай жұмыс істеп келе жатыр. Байқұс-ай, 10 күн деген не оған мысалы? Енді мұсылман адам осы дүниедегі бақытты жақсы үй, жақсы көлік, жақсы әйел немесе жақсы көрсе дейді ғой. Осы нәрсе жеткілікті де, қалған күшін, білімін,
өзінің иштихатын бәрін сауап жинауға жіберу керек те. Алла тағаланың ұнайтын амалдарын істеуге тырысу керек. Біз егерде нәпіл ораза ұстай алмасақ, жаңағы сіз 10 күн ашыққан немесе 5 күн ашып жүргеннен кейін сізге нәпіл ораза ұстау түк те болмай қалады. Өйткені кешке тамақ жейсіз, қаңқайып қиналмайсыз. Өйткені сіз тәрбиеленіп қаласыз да, кешке дейін аш жүріп, кешке су ғана ішу деген тиімді да жаңағы. Осы нәрсені бірінші ол істеуден бұрын сана сезімді көзқарасты түзеу керек. Уақыт-уақытымен деген нәрсені алып тастасақ, мен қарным ашқанда әжем, ішінде бар тамақ деп жүрсеңіз біраз, сол кезде сіз шынайы қарны ашуды сезінесіз. Мысалы жануарлар ауырған кезде тамақ жемей қойып болды, аңдар бәрі. Енді адам осы қарапайым нәрсені жоғалтып алғанда, өйткені бізге жаңағы дәрі жасап оны өту керек, оның кері әсері бар, қазір дәлелденіп жатса да оны іше береміз. Нәпсі қиналмайды ғой енді. Ауырдыңыз ба, тоқтат тамақты деген сөз ол. Тоқтат. Алгерден сізді ми бәрі анамен әлек болып жатыр. Берме тамақ дейді. Сіз оның ішіне бересіз, ішіне дәрілерді үйіп тастайсыз да. Сонымен сізде не, сбой компьютер болады. Одан сайын жаңағы ауырасыз. Бұл методиканың бір жақсы жері. Ет жеме, май жеме, қазы-қарта жеме, қымыз ішпе деп айтпайды. Егер де сен керектен көп жеп қойсаң, онда келесі обедті алыпса, кешке бір-ақ же. Ұзарт. Немесе жаңағы таңертең жемей, жұмысқа аш кел. Аштықтан қорықпау керек та. Мысалы африканецтер лай суды ішіп жатыр ғой. Неге ауырмайды? Иммунитет деген мықты да. Тоймайды ғой. Аш жүреді де әрдайым. Аш жүрген кезде мықты болады да. А тамақ регулярно жеген кезде мәсі болады. Толық адамдар, олар энергиясы асылында көп адамдар болып істелінеді екен да. Бірақ біз оны көптеген анаған содержать етіп тұр ғой ананы. Арақ адамдар олар энергиялары аз, и так аз. Ол көп тамақ жеуге болмайды. Былайша айтқанда, мысалы сіз жедіңіз, оны пайдаланбайсыз да, просто унитазға жібере саласыз, проводник, жібере береді. Босқа жедіңіз да, саған кішкене ғана бір күнгі суткіге мысалы үшін 5-6 құрма бір су, маған қалмай жетеді. Сол первый, второй, компот, бірдеңе сонымен кешке тағы жеп алыңыз. Тамаққа акцент болып кеткен. Қазір барлық нәрсе дастарханға толтырып қою, холодильник толтырып қою деген. Балалар таза ғой енді. Жегім келмейді десе, жемеу керек бітті. Біз отырып же. Өзіміз үйретеміз да. Конечно, егер оларға чипсимен неміз бүйет етпесе, ол другой вопрос. Табиғи кеп жаңағы жегісі келмесе, немесе кішкене жеп болдым дейсіз, ол дұрыс. Мысалы, сіз бір шаруалар бітірсеңіз, обед ішмейін деп тұрсыз да, түсінік бар ғой мида, обед ішу керек деген. Сонымен бүйтіп қиыластырасыз да. Неге сізге ыңғайы келмей тұрған, ол Алла тағаланың мейірімі. Мына жақ демалсын, паниковать етпеу керек. Қазір ананы ішсең, анаған аргезмге алып сасиды. Шекке барып тұрады, шыққан шығады, шықпаған шықпайды. Негізінде енді былай болу керек қой. Сен туалетте көп отырмау керексің. Сен отырасың. Қайта-қайта бармау керексің. Сен барасың. Кекіру, нені былай қоймайын. Ондай нәрсе болмау керек қой. Жарайды, анда-санда. Но бірақ сенде әрдайым ол саған айып olur. Құлшылық екеуі үйлеспейді де. Сен күнде қанша калория жағасың, сонша же дейді де. Бұл жерде. Артық жеп қойсаң, проблема жоқ. Біз келесі жиінде тұрған уақытын сол жіберді. Қазір біз қалыпты жағдайда болсақ, бізге сол понедельник, четверг оразаны үзбей, сонда біз суннаның ұлылығы енді. Енді ең жақсы ораза Дәуіт алейхиссаламдікі деді, дұрыс па? Bir күн. Бірақ оны біз шабамыз жетпейді ғой. Егер мүмкіндік болса, бір 10 күн ұстап алсаңыздар, бір жылда, немесе бір апта. Сосын понедельник, четвергпен ұстап алсаңыздар, ол жаңағы сіздердің құлшылыққа да, сабақ оқуға да, жұмысқа да нелеріңіз күшейеді. Кішкене ауқат жесең болды, күшейіп аласың. Айша анамыз айтқан, мұсылман үмметінде жаманшылықтың барлығы тоқшылықтан кейін басталды деп. Адам қатты тоқ жүрген кезде постоянно мысалы ұзағырақ. Міндетті түрде сен жаңағы шахауатың күшейеді, жаман нәрселерге кейсетіп сөйлеу, мұқатып сөйлеу, ренжіте салу, вредный привычкалар жаңағы жақындай түседі саған. Омар өмірінде де бар ғой, жаңағы тойып тамақ жемей. Сахабалардың өмірін алсаңыз, ислам алғаш кезінде жағдай бәрі нашар болды. Абу Хурайра қарны ашып жатты білеміз. Былай қарасаңыз, сынақ сияқты түскенмен, ол Алланың мейірімі. Өйткені ол жаңадан дін келе жатыр. Қаншама хадис, қаншама аят, оның бәрін адам миына сіңіріп алу үшін, жүрегіне қабылдау үшін, ол міндетті түрде жаңағы